Әйел үшін дұрыс өнерін меңгеру маңызды. Бәріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Отбасы болған соң ұрыс-керісті айналып өту ешқашан болдырмау мүмкін емес. Сондықтан да мүлдем ұрсыспаймыз дейтін жұптарға сенушілер саны аз. Үй болған соң ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деген сөз тектен тек шықпаған. Өмірдің кейбір сәттерінде өзіңді қорғауға, өзіңдікін дәлелдеуге не өткізуге тиісті тұстар болады. Сондай сәттерде ең момын, ең ақылды әйелдердің өзі әй деп бір дауыс көтеріп қалады. Бірақ ұрыссыз, ренішсіз болмайды екен деп, жөн-жігенсіз кеткен де жарамас. Қанша дегенмен, кейін жүз көріспей кететін адам емес. Өз күйеуіміз. Сондықтан, соңыра қарым-қатынасқа қайта жылымассыз, қайта бүтінделмес сызат түспесін десеңіз, өз ой-пікіріңізді дұрыс та сауатты жеткізе біліңіз. Бір сөзбен айтқанды дұрыс ұрсысуды үйреніңіз. Ол қалай дейсіз бе? Біріншіден, тымпый-тымпый не үндемес ойынын ойнамаңыз. Үндемес ойнау көптеген әйелдердің әдеті. Ойындағысын ашық айтып, қалауын түсінікті етіп жеткізудің орнына, бұл күйеуге сөз өтпейді, немесе айтпай-ақ өзі білмей ме деп үн-түнсіз жүре береді. Бірақ, біліңіз, мұндай үнсіздік пайдасыз. Оны еріңіз мүлде елемеуі, немесе одан әрі ерегесуі ғана мүмкін. Бұл сіздегі өкпені де өрекпіте береді. Одан да үлкен дауға айналмай тұрғанда ойыңызды ашып жеткізіңіз. Соңында ортақ мәмілеге келу де оңай. Екіншіден, әр сөзіңізге абай болыңыз. Ойды ашық айту бұл тіл ұшымен ойға оралған сөздің бәрін айта беру емес. Ой пікіріңізді жеткізу барысында әр сөздің салмағын ескеріп, ауызға абай болыңыз. Айтылған сөз атылған оқ екенін әсте естен шығаруға болмайды. Былапыт сөздер, қарғап сілеу, осыдан көрде тұр, осылай етпесем атым өшсін деген сияқты кейін өкіндіретін уәделер, ажырасу, балаларды алып кету сынды қоқан-лоққа сізді жеңіске де, келісімге де жеткізбейді. Күйеуіміздің жанашырлығын, түсіністігін, махаббатын, адамгершілігін оятатын, сауатты айтылған сөз ғана. Үшіншіден, эмоцияңызға ие болыңыз. Бір сөзді әртүрлі эмоциямен айтқанда, түрліше әсер беретінін білетін боларсыз. Тіпті, ең жақсы да жылы сөз, мен сені жақсы көремін дегеннің өзін түрліше айтуға болады. Бәсең үнмен, мөлдіре қарап айтылғанда, жанды ерітіп, жүректі жібітіп жібереді. Ал, ашумен, өктемінмен айтсаңыз, бұл сіздің махаббатыңызды міндетсінуге айналады да, әдемі сөздің жағымды әсері жоғалады. Бұл барлық жағдай мен барлық сөзге қатысты. Еріңіз де еріксіз кері эмоциялар жетегінде кетпесін. Ойымды дұрыс түсінсін десеңіз, алдымен өз эмоцияңызға ие болыңыз. Төртіншіден, кінәлаудан аулақ болыңыз. Сіздің бас көтеріп үн қатудағы басты мақсатыңыз біреуді кінәлау, жазалау емес, өзіңізді қорғау ғана болуға тиіс. Егер кінә мен оның иесін іздесеңіз, ешқашан келісімге қол жеткізбейсіз. Сайып келгенде, қақыр өзіңізден де шығуы мүмкін. Әңгіме соңы жоқ жауаптасуларға, ақыры көрінбейтін айыптауларға ұласады. Сондықтан, айыптаудың орнына өз сезіміңізді ғана жеткізіңіз. Мәселен, мені жалғыз тастап кеттің деудің орнына,
Men özümde жалғыз сезіндім, қорықтым. Маған жасап бермедің, деудің орнына, менің қолымнан келмеді. Маған көңіл бөлмейсің, деудің орнына, маған көбірек көңіл бөлгеніңді қалаймын. Осылайша кез келген айыптау сөздің терісін кері айналдырып айтуға болады. Оған кімнің немесе ненің кінәлі екенін еркек өзі анықтап, шешімді де өзі табады. Бесіншіден, оның да ойын түсінуге тырысыңыз. Өз ойыңыздың дұрыстығына 100% сену үлкен қателік. Сондықтан, өзіңізге қанша сенімді болып тұрсаңыз да, еріңіздің де сөзіне құлақ асыңыз. Бәлкім, сіз білмейтін бірдеңе бар шығар. Мүмкін, сіздің себебіміз ұрыс шығаруға тұрарлықтай маңызды емес болар. Жан-жақты әрі терең үміліп тағы бір қараңызшы. Алтыншыдан, еріңіз тыңдауға құлық танытқанда ғана сөйлеңіз. Күйеуіңіздің сізді тыңдағысы келмесе, ашуы бетіне шығып, түтігіп немесе шаршап тұрса, бұл өкпе-ренішіңізді айтуға қолайлы шақ емес. Керісінше, жағдайды одан әрі ушықтырып аласыз. Тыңдағысы келмей тұрған еркек сіздің сөздеріңізді емес, жүйкеге тиетін ызыңды ғана естиді. Бұл жағдайда оның түсінуі жайлы сөз етудің өзі артық. Сондықтан, ойыңызды айту үшін де оңтайлы сәтін іздеңіз. Жетіншіден, енді осы болған жайдың бәрін түсіңізден де, босағаңыздан да әрі шығармаңыз. Қарым-қатынастарыңызға ешкімнің араласуына, тіпті пікір қосуына жол бермеңіз. Күйеуіңізді ешкімге жамандамаңыз. Оның ренжіткен тұстарын айтып ешкімге шағымданбаңыз. Әсіресе, өз ата-анаңыз бен туыстарыңызға. Кейін сіз күйеуіңізді қайта кешірерсіз. Ал олардың көкейінде жаратпаушылық сезімі қалып қояды. Отбасын құру үлкен жауапкершілікті қажет етсе, оны сақтап қалу үлкен еңбекті талап етеді. Еңбегіңіз бен ниетіңіз ақ, адал болса, шаңырақ биік, кереге кең, көңіл де тоқ болмақ.